Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Enel компаниясының структурасы туралы сөз қозғайтын боламыз. Жалпы Enel деген жаңа өмір деген мағынаны білдіреді. Жаңа өмір, яғни сіз біздің компаниямызға келіп, осы компания арқылы жаңа өмір бастауыңызға болады. Бұл қалай жүзеге асырылады? Жалпы бұл 2000 жылдан бастап құрылған. нарықта жүргеніне 22 жыл. Біздің Қазақстанға 2023 жылы келгенімізде міне қанша жыл біздің елімізде Enel компаниясы жұмыс жасап келе жатыр. Жалпы Enel'да өнімдер, қандай өнімдер бар және де қай жерден шығады? Ең бірінші сұрақ, иә. Бұл Россия мемлекетінен шығарылған. Ең бірінші қазіргі таңда 5 серіктес елдер бар. Ол бірінші Россия, екінші Италия, үшінші Корея, Франция және Австралия. Франция, бесінші Австралия. Жалпы товарлардың барлығы осы 5 мемлекеттерден өндіріліп шығарылады. Енді жалпы Enel'ге тіркелу тегін. Жалпы Enel'ға тіркелу тегін. Сізге тіркелгеннен кейін 077 деп басталатын ID номер беріледі. Ол сіздің телефоныңызға SMS болып келеді. Сол SMS арқылы сіз өзіңіз Enel'дің личный кабинетіңізге кіріп заказ жіберсеңіз болады. Енді қандай өнімдер бар? Бізде? Жалпы үй тазалығына қатысты өнімдер. Үй тазалығы. Одан кейін сұлулық. Ең бірінші айтатын нәрсе ол бізде денсаулық. Спорт бар тоже. Және тағы басқа. Міне, біздің өнімдер үй тазалығына, сұлулыққа, денсаулыққа, спортқа деген көптеген өнімдер бар. Жалпы қандай өнімдерді алып қарасақ та барлығы бізде сапалы, барлығы да келіп жатқан отзывтардың барлығы белгілі бір результатпен келіп отыр. Например, мысалға алатын болсақ, мына Ливерпуль чайы, бұл бізде бауырдың фильтрі. Жалпы адамның организмінде бауыр фильтр болса, міне фильтрға всегда бізде поддержка болу керек. Мысалы, асқазанымыз қорытпай қалған жағдайда, міне бауырға осы өтіміз толып дұрыс тамақ қорыталмай қалған жағдайда осы шайды ішуге кеңес береміз. Міне Донна Белла әйел адамның денсаулығын жақсы көтеретін болса, джентльмен ер адамның денсаулығын жақсы көтереді екен. Ал енді одан басқа, денсаулықтан басқа міне сұлулық. Бұл бізде қыздарға, ұлдарға арналған кремдер бар, сывороткалар бар, түрлі барлығы сапалы, барлығы Enel'дің соңғы шыққан топтамасы. Одан кейін жалпы енді ең бастысы ақша табудың жолына келейік. Ақша табудың бізде 3 жолы бар. Бірінші жол ол сіздің личный объемыңыз. Яғни сіз мына үйге керекті заттарды ала отырып, не істейсіз? Өзіңіз бал жинайсыз. Например, сіз 70 бал жинасаңыз, алғашқы айда бізде 70 PV болады. 70 PV жасасаңыз, онда 6 айға компаниямен договорға отырасыз. Одан кейін 70 PV жасайсыз, личный объем. Егер де сіз 70 PV қана жасамай, қосымша 100 PV жасасаңыз, онда сіздің зарплатаңыз шығады. 70 PV, яғни, одан кейін 200 PV-дан тұрады. 70 PV-ға сіз 4900 теңге аласыз тіркелгеніңіз үшін. 100 PV-ға 9100 теңге аласыз. 200 PV-ға 23100 теңге аласыз. Плюс мұна 200 PV жасағаныңыз үшін 15225 теңге бонус алады екенсіз. Міне сіз бір айда 200 PV жасап, бірінші кірген айдан бастап 23000 теңге плюс 15225 теңге, общий 38000 чем-то, 38425 теңге айлық алсаңыз болады бірінші айдан бастап. Енді одан кейін бұл бірінші жол, енді келесі жолына көшетін болса, ақша табудың. Бұл бізде бонус наставника болады. Бонус наставника. Яғни не істейсіз? Сіз адам шақырасыз, жаңағы 38 теңгемен отыра бермейсіз, адам шақырасыз. Мен бір адам шақырасыз, өзіңіз сияқты жұмыс істеуге, ол 70 бал жасайды. Екінші адам шақырасыз, ол 70 бал жасайды дейді. Сол бірінші адам шақырғаныңыз үшін сіз плюс 4200 теңге аласыз. Екінші адам шақырсаңыз, одан да 4200 теңге аласыз. Сөйтіп сіз осылай 5 адам шақырсаңыз, әрқайсысы 70 PV-ден жасаса, онда сіз әрқайсысынан 4200 теңге аласыз, плюс 17500 теңге бонус аласыз. Сонда 5 адам шақырсаңыз 21000 теңге. Плюс, мұна 5 адамды шақырғаныңыз үшін 17500 теңге компания бонусқа береді сізге. Сонда сіз 5 адам шақырып, үстінен 38500 плюс тағы зарплата алады екенсіз. Түсінікті ма екінші жолы? Енді тағы сонда 7 адам шақырсаңыз, әрқайсысынан 4200-ден 29400 плюс 35000
бонус аласыз. 35 мың бонус аласыз. Соңында 7 адам шақырғаныңыз үшін просто так сіз 64.400 теңге алып отырады екенсіз. Бұл сіздің бастапқы личный объемыңызға плюс. Одан кейін 9 адам шақырсаңыз, тура сондай 37.800 плюс 52.500 теңге. Жалпы 90.300 теңге алатын екенсіз. Міне осылай 12 адам шақырсаңыз 50 мың, 15 адам шақырсаңыз 63 мың плюс бонустармен. Сонда просто так адам шақырып, олар балл жинап отырсыз, сізден бонус алып отырады екенсіз. Енді тағы үшінші жолы бұл бізде групповой объем, яғни групповой объем. Бұл жерде сіз не істейсіз? Квалификация жасайсыз. Бізде мастерден басталады. Мастер ол 750 балл, 750 пиви. 750 пиви жасағаныңыз үшін сіздің 7% товар оборотыңыздың ақшасы өзіңізге қайтарылады. Ол примерно 11 мың мен 14 мың теңгенің арасы. 750 пиви группамен. Екінші, сіз мастер элитті жапсаңыз, мастер элит, онда 1500 пиви, 1500 балл жапсаңыз, 14% товар оборотыңыздан ақша қайтады екен. Ол примерно 30-35 мың теңге. Қараңызшы, ал енді ары қарай дальше жұлдызды жапсаңыз, жұлдыз бізде 2500 пиви болу керек. Яғни ол не істейсіз? Группамен жасайсыз. 2500 пивиді болады, 21% сізге қайтады. 21% товар обороттан. Не істейсіз? 50 мың мен 100 мың теңгенің арасы товар оборот сізге қайтады. 100 мың сізге қайтады. Міне сіз сонда, қараңыз, личный объемнан 70 балл жасап 4900 алсаңыз, плюс бонус наставника, бар ғой? Бонус наставника 3800 теңге, 38.500 теңге алсаңыз, плюс мына жерде мастер жапқан үшін 10 мың теңге алсаңыз, мастер. Біз мына жаққа жазып енді жалпы соңында қанша теңге аламыз біз? Личный объемнан, личный объем ең бірінші 4900 теңге алуымыз мүмкін, 70 жасап, плюс бонус наставника бар бізде. Одан 5 адам шақырып 38.500 теңге аласыз. Одан кейін групповой объем деген бар. Групповой объемда бірінші сыздар 11 мың теңге, 11 мың теңге. Жалпы мына жерде тек 4900 теңге қалып кетпейсіз. 200 пиви жасасаңыз, онда сізге 38.500 плюс 38.500 бонус наставник плюс 11 мың теңге. Сонда жалпы сіз примерно сіз вообще 78 мың мен 80 мыңның ішінде зарплата алады екенсіз. Бұл бірінші айдың өзінде. Яғни қанша адам шақырсаңыз, 5 адам шақырсаңыз, 10 адам, 7 адам шақырсаңыз, 12 адам шақырсаңыз, 9 адам шақырсаңыз, осылай зарплатаңыз көбейе береді екен. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, подписаться жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Асем.